какого региона приехали? Мы приехали из Карачаево-Черкесии, с Ногайского района, аула Эркин-Юрт. Я руководитель детской музыкальной школы аула Эркин-Юрт. И сегодня мы привезли вокальный ансамбль, хор «Лучик солнца». Как вам здесь понравилось? Очень понравилось, очень гостеприимные. Я не знаю, очень понравилось как-то. Впечатления, конечно, очень хорошие. Почаще вот такие фестивали, конкурсы, они очень сближают. Это обязательно нужно. Сау болсын деп айтамын Алина Нурлыбаеваға. Сарайшық деген жерді ерлаған заманда саулай халық тұра қалып тыңлады. Бұл ер шақыру тіл бірлікке. Біздің үйкон ұлы өкіметіміз жойылғанша бір заманда. Енді сама біз бір тілі, тыпақ, татым болып, бар затымызды сақлап, бір-бірімізге тіреу болып, таяу болып, міне мысалы достар ТВ үйретші, әр заманда да біріктіріп халықты. Сондай болып, дайымда бір болайық. Ұлы едіге айтқан сөздерді есімізден бірде тайдырмайық. Елде, тілде, дайымда, дінде бірлік болсын. Бірінші, балалардың песенный фестиваль. Бұл енді бек арузат атқарып атырғаны бірінші көрем ғой, да? Бірінші көрем. Может быть, даже бір ой болды. Әлембек Романов біздің ақын Ногайского народа бір істелік үшін балаларды домбыраны үйреткен, домбыра шертіп, жырлары бар, күйлері бар, аңнары бар. Мен на еде детский фестиваль творческий атамаға памяти Әлембек Романова деп ойды келді. Оны өзіңіз қараңыз. Бізге көңілі жан-жақтан оғадар жинаған, балалар жиналған. Наш Дом Россия бірінші фестиваль межрегиональный, Алла бұйыртса жылда да болар деп ойлаймын. Еметі көзденем мен то, что біздің Ногайский районда басланды, біздің Центр народного творчествода. Біз қолымыздан келген затты еттік. Иншалла, жылдан жылға артық болсын, спайы болсын. Мен ойыман 5 жылдан біздің районға келген заманда біз оны 10 көрім артық етіп өтерді. Опыт наберем 5 жылдың ішінде. В любом случае. Здесь я хотел, чтобы все дети, которые сегодня участвуют в фестивале, моими глазами увидели то, что я видел сам, ту самобытную культуру, которая досталась нас от наших предков здесь, в Ногайской степи. Увидел то, что людям ценно здесь именно какие обычаи, традиции здесь блестят много веков, и как ими люди дорожат. Я хотел, чтобы наши дети, ногайцы, проживающие в различных регионах, увидели, насколько мы разнообразны, но в то же время были едины. Конкурс бізді то есть. А так бұл балалар көп ерде выступать еткен, Нальчикте, Махачкалада, международный конкурсларда, онлайн конкурсларда, Казахстанда, Краснодарда көп ерде участвовать еткендер бұл балалар бәрді. Лауреаты первой степени бәрді, гран-при бар бізде балаларда. Бүгін сіз қайда композиция ойнадыңыз? Төрі саз Яхия Кудайбердиев жазған. Көрмеге деген манесі мен балалар үшін мамметекейден журнал шығарамын. Сөйткен заманда маға әрбір қайсы регионда яшайтан ноғайлардың ер өнершілік, яратушылық ұсталықлары қызықсындырады. Сөйткен заманда мен де мұнда келдім, өзімге яңы заттар ашпаға. Халқымыздың Аллаға шүкір көп өмірлік тарихы болған миллетіміздің ершілері де бар, ераушылары, биюшілері де бар, бек зеген адамдар да бар. Сөйткен заманда мен икон өктемлікке толад жүрегім міне буынды мұнда келгенде, не десе бұл бәрден ноғайлардың ата йорты деп санаймын мен. Не десе бәрімізде біз қайтайтайым буынғындай 2 шарлақлы, 3 шарлақлы үйлерде яшаманымыз. Бәрімізде ноғай термелерде яшамыз. Сөйткен заманда адет жоларымызды сақлап, ата-бабаларымыздан келген міне сосындай байрамлар етіп тұрсалар, пайдам халқымызда арзамада өрленіп барар деп санаймын. Аджибатырова Улангирек Маманталиевна, балетмейстер Ногайского культурного центра, Сарысу, ансамбль «Ушкын». «Ушкын» в переводе «Искорка». Сіз қайда композициялар бүгін дейміз? Бүгін біз... Ярай ма?
Бүгін біз ақша алуды көрсеттік, ноғай шайды и композиция, ну, современная хореография «Дети». Курганова Альфия Кадыралиевна, председатель региональной общественной организации национальной культурной автономии Ногайсов Чеченской Республики. Чеченской Республики біздің санымыз аз, 4000, амма біз аз болсақ та ноғайдың басын көтеріп жүреміз, тұрған, өскен ерді, ішлеген ерді. Фестиваль нам очень понравился, очень много эмоций положительных, очень познавательно для детей, для нас самих, как руководитель. Очень понравился сам мастер-класс сегодняшний, который прошел с оркестром. Вот. Очень благодарны, хотим сказать огромное спасибо. Зовите нас еще. Подписывайтесь на Дослар ТВ.